Қошан қылғырым достар, қазір сіздерге распаковка жасайтын боламын. Pinduoduo сайтынан келген товарларға. Осындай көйлек. Ұзындығы менің тіземнен төмен. Тобығыма жетпейді. Негізі менің бойым қысқа, 1,52 сантиметр. Негізі бой ұзындарға вообще күшті кетеді. Осындай 2 штук. Осындай өзіме куртка бергенмін, заказ. Негізі ше, удобный бар ғой. Ешқандай мен өзім алдыңғы курткам бар еді. Киген кезде қолы бүйтіп бірінші сыйғасын кете беретін еді. И мынау күшті ұстап тұрады. Резина да еще. Белге дейін. Белге жетпейді, негізі аяға жетпейді. Джинсы шалбарлармен киіп кете бересің. Андай куртканың алдында салған болатынмын. Осы куртканы көріп, вообще ұнатып қапты. Сол заказ берген. Қолы осындай жиналып тұрады. Бұл ұзындау сәл бағана курткадан қарағанда. Менде күз көктем мезгіліне киюге арналған өте ыңғайлы. Этикеткасы да күшті. Мантити деген бренд магазин екен. Ешқандай замок бар екен қалтасында. Жеңілден ауыр емес бар ғой. Қазір көп осындай келді ғой. Мамам пижама көріш кетті. Негізі алдында пижама алған, осы Pinduoduo, бірақ мен оны видеоға түсірген жоқпын. И осындай пижама алған. Мен тіземнен сәл төмендеу, еще материалы ХБ. Денеге өте ыңғайлы, маған да ұнап тұр. Мындай сөз бар ғой, естігенем, қандай киім ыңғайлы болсын, тозғанша, шіргенше киесің деп. Сіздерге бір жаңалықтың бөлісейін. На трико скидкаға тұрған еді. Қарап тұрсаңыздар, детский трико дейсіздер, міне. Ешқандай белгісі жоқ, магазиннен алған ғой. Сөйтсем, ондай уже сапасы бәрі жақсы да, бірақ размері маломерка болып тұр. Ішінде начосы бар еще. Енді бұны кішкентай балалар кимесе, L-ка деп берген ғой размерін. Қытайын білмеймін, бұлай келетін. Арзан магазиннен алсаң осындай болған, еще скидкаға тұрған. Бір алып проба жасап көрейікші деген ғой. Проба жасап көрдік, зат қаншалықты арзан болса, сапасы да сол одноразовый болады. Сосын айтайын дегенім, 1688 сайты бар екен. Сайтқа ойым кетіп жүр, оқығым кеп, оптовиктердің қолданатын 70-80% магазин сол екен. Сосын осы 1688 сайтынан Pinduoduo продавецтер алып, сол Pinduoduo сайтынан қойып жатады екен. Мысалы, біз айтып жатамыз ғой, Pinduoduo сайты арзан, тиімді деп ше. 1688 сайты вообще одан да арзан екен ғой. Соны оқуға ойым кетіп жүр. Қолдайсыздар ма? Комментарий бөліміне жазып кетіңіздер. YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Және де алдағы уақытта көптеген Pinduoduo сайты жайлы ақпараттар болады. Бағана айтып өткен 1688 сайты жайлы сабақтар керек болса, оқыңызшы, немесе сол жайлы сабақтар салыңызшы деп айтсаңыздар, мен сіздер үшін сол 1688 сайтын оқып, сабақ салатын боламын. Қазірше осы Pinduoduo жайлы сабақтар саламын. Мені каналыма тіркелсеңіз, каждый жаңа видео сізге шығып тұрады. Тағы да бір колготки алғанмын, көрсете салайын, Біз мектепке баратын кезде киетін едік қой шалбардың ішінен ше, гамаш ұқсайды. Прям гамаш да, бірақ колготки. Іші қалың начосымен. Іші сапасы да күшті, созыла береді да, бірақ жабысып тұрады. Сосын кішкене бір чуть-чуть минусы бар екен, тураны нет, саусақта тұратын жер бар ғой. Сол жағы ғана шыға екен. Көрініп тұр ма мені? Осындай. Ал қалғанын бәрі уже қалың. Мен киіп көрсетпей қойайын енді. Көйлекпен киемін ғой. Сау болыңыздар, тағы да менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.